Балқия Балтабай. Жүрек тыныштығы. Ешкімнен ештеңе дәметпе. Өкпе реніштің жақсы емес екенін қазір бәрі біледі. Бірақ пенде болған соң бәріміз де қапа боламыз, ренжиміз. Дінімізде 3 күннен артық ренжуге болмайды делінеді. Ол өкпе реніштің соңын кекшілдікке, ерегеске, жанжалға, жауыздық пен дұшпандыққа ұластырмай, керісінше сондай жамандықтың алдын алудың туса керек. Бірінші болып кешірім сұрау адамды кішіпейіл, мейірімді, адамгершілігі мол екенін көрсетеді. Ал өлсем де кешірмеспін деп ант су ішу тәкаппарлық белгісі. Дегенмен жаңылмайтын жан жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Бәріміздің үлкенді кішілі бір ренішіміз болады. Тірі адам болған соң ештеңені көңілге алмай, мүлдем ренжімей жүру мүмкін емес. Ал сол жанды қинаған жүректе зіл батпай боп тұрған ренішті қалай жеңеміз? Ең алдымен бұл басты шарты. Көп адам ренжімедім, еш реніш жоқ деп тек ауызбен айтады да, шын мәнінде көңілінің түкпірінде кек сақтап тұрады. Сол себепті өзіңізді алдамаңыз. Шындықтың бетіне тура қарап үйреніңіз. Я, мен өкпелімін деп мойындаңыз. Өкпе реніш қайдан туады? Өкпе реніш айналамыздағы адамдарды өз ойымызда сызып алған бір шеңберге өреміз, жеткен қалыпқа салып өлшегеннен шығады. Әр адамға бір образ жасап алып, оның бойында болуға тиіс қасиеттер мен мінездерді, ал ол орындауға тиіс міндеттерді миымызға жазып қоямыз. Мысалы, ең жақын адам анаңыз сізді көзіңізбен, сіздің білгеніңізбен қандай болуға тиіс екенін іштей түйіп аласыз. Кейде анаңыз сол сіздің мидағы образға сай болмай жатса, іштей реніш басталады. Тағы бір мысал, бала тәрбиесі. Көп ата-ана баласының ақылды, тіл алғыш, мейірімді, кітап оқуға құмар, зерек, алғыр болғанын қалайды. Санасында балаға қатысты талаптарының тізімін түзіп алады. Сосын баласы кітапқа емес, смартфонға құмар болса, сабақты тек 5-ке оқи алмай жатса, жұмсаған кезде орнынан ұшып тұрмаса, яғни ата-анасының бала туралы образына, ойдағы талаптарына сай болмаса, әке-шешеде бәрібір іштей реніш туады, баласына көңілі толмай тұрады. Күйеу, дос, бала, әке, бауыр, әріптес бәрін осындай мидағы қалыпқа түсіріп аламыз. Олардың кей мінезі мен іс-әрекеті көңіліңізден шықпай жатса, аспан төңкеріліп жерге түскендей күй кешесіз, ашуланасыз, ренжисіз, кек сақтайсыз. Басқалардың бойынан көргіңіз келетін қасиеттер мен қабілеттердің тізімін ойша жасамауды үйреніңіз. Адамды өз болмысымен танып білу маңызды. Оны сол күйінде қабылдау қажет. Бәрі біз ойлағандай, біз қалағандай болуы шарт емес. Әр адам жеке тұлға, бөлек әлем. Әркімнің өз бетінше шешім шығаруға, қалағанын істеуге, тіпті қателік жасауға да құқығы бар. Сіздің ойыңыздағы образға сай келуге, тек сіз күткен үдеден шығуға ешкім міндетті емес. Кез келген адамды Алла жаратқан болмысымен, жақсылы жаманды мінезімен, өзіне тән кемшіліктерімен қабылдай білу керек. Осыны түсінген адам әстілікке қадам басады. Сонда орынсыз өкпе, нала болмайды. Бұл бір. Реніштің пайда болуының екінші себебі. Біреуден бірдеңе күту. Айталық, туған күніңізде күйеуіңізден ерекше бір сый күтіңіз. Бірақ ол мүлдем басқа нәрсе сыйлады. Күткеніңіз орындалмады. Содан жатып кеп құлайсыз. Сырқаттап қалдыңыз делік. Құрбыңыз халіңіз сұрап дәрі-дәрмек әкеп береді деп ойладыңыз. Ол хабарласқан да жоқ. Ал сіз өкпелеп қалдыңыз. Себебі құрбыңыз ойыңыздан шықпады. Осындай, ол осылай істеу керек еді, ол былай айту керек еді деген сияқты өзіңіз ойдан жасап алатын жоспарларыңыз бен күткен үміттеріңіздің кесірінен өкпе ренішке бой алдырасыз. Бұдан шығаратын қорытынды ешкімнен ештеңені күтпеуді үйрену. Бұл өте маңызды. Көңіл түкпірінде әлденеден дәметіп тұрсаңыз, сол қалауыңызды, тілегіңізді ашық айтып үйреніңіз. Үшінші, кей адамдардың өзіңіз ересек екенін ұмытып, үнемі бала кейпіне еніп кете беруі. Бала көп нәрсені түсінбегендіктен, үлкендер қалағанын жасамаған кезде өкпелеп, жылап, жер тепкілеп шыға келеді ғой. Баланың мұндай әрекетіне түсіністікпен қараймыз. Себебі оның әлі ақылы толыспаған. Ал енді
қит етсе бала сияқты өкпелеп шыға келетін үлкендерге не деуге болады? Өкінішке қарай, жасы ұлғайса да мінезі мен кей іс-әрекеттері бала позициясында қалып қоятын ересектер болады. Оған салсаң, бәрі соның айтқанымен жүруі керек, қалағанын жасауы керек, көңілінен шығуы керек. Олай болмаса бұртиып, қабағын түйіп, өкпелеп шыға келеді. Жарына, баласына, ағайын бауырға, көрші қаланға, қызметте әріптеске, қала берді, қоғамға, өкіметке, елге бір сөзбен айтқанда бәріне ренжиді. Неге маған өйтпейді, неге маған бүйтпейді деп өзінен басқаның бәрін кінәлайды. Өміріңізде бірдеңе дұрыс болмай жатса, ойлағаныңыз іске аспай жатса, бала шағыңыз көңіліңізден шықпаса, тұрмысыңыз төмен болса, ажырассаңыз, жалпы өмірде адамның басына түсуі мүмкін қандай да бір қиындыққа кез болсаңыз, кінәні сырттан іздемеңіз. Өміріңізге тек өзіңіз ғана жауаптысыз. Ешкім сізге ештеңеге міндетті емес. Кез келген реніш жүрекке, салмақ миға артық күш. Ал жүгі ауыр адамның өмірде өз орнын тауып, мақсатқа жетуі қиындай түседі. Өкпе реніш берекені қашырады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисінде де бұл жөнінде кімді-кім ризық несібесінен мол және өмірінің ұзақ болуын қаласа, туыстарымен қарым-қатынасын үзбесін деп айтылған екен. Демек, ағайын бауырға, туған туысқа өкпелеудің жөні жоқ. Қазақ туысы бірдің уысы бір деген деп бекер айтпаса керек. Тағы бір ақиқат, өзіне өміріне көңілі толмайтын адамның айналасына көңілі толуы екіталай. Алғыс айтуға қатысты ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде былай дейді: адамдарға алғыс айта алмаған адам Аллаға шүкір ете алмайды. Рахмет айтуды және кешірім сұрауды үйренуге ешқашан кеш емес. Кей адамдар өкпелеу арқылы қалағаныма жете аламын деген түсіністікпен өмір сүреді. Өзі соған сенеді. Жыласам, мінез көрсетсем, өкпелесем, ренжісем болды. Бар, мен ойлағандай болады деп ойлау қате. Бір қызығы, әдетте адам өзіне қатысты дүниеге ренжиді екен. Мәселен, біреу сізді жалқау деп соған ренжіп қалдыңыз делік. Демек, іштей өзіңіздің еріншек екеніңізді біліп, мойындап тұрсыз. Мұндай сын немесе сөздің сізге қатысы болмаса, оған назар аудармас едіңіз. Әр адам өзінен кемшін тұстарын іштей жақсы біледі, ал соны біреу бетіне басса өкпелеп қалады. Құрбан кейпіндегі адамдар да бәріне өкпелегіш келеді. Олар мені аяса екен деп тұрады. Аяушылық арқылы басқалардың махаббатын оятамын, өзіме назар аудартамын деп ойлайды. Ойындағыдай болмай жатса, өкпелеуге дайын тұрады. Қаперіңізде болсын, адамдар мені аяса екен деп ойлаған сайын аяушылық жағдайына түсе беретін боласыз. Шешім: реніштен арылудың шын қалаған адам одан арылады. Өйткені кешіру, ұмыту, кек сақтамау тікелей өз қолыңызда. Біреуді кешіру, өкпе реніштен арылу қолыңыздан келмей жатса, Алладан сұраңыз. Аллахым, жүрегімдегі дерттерден оңай, жеңіл айығуымды нәсіп етші. Жүрегімдегі ренішті алып тасташы. Мені ренжіткен адамдарды кешіру үшін маған күш берші. Мені де оларды да кешірші. Аумин. Деген дұға бар екенін біле жүрсеңіз, сосын адамның өзіне емес, бір қылығына, әдетіне, әрекетіне, не сөзіне ренжитініңізді түсініңіз. Біреудің белгілі бір кемшілігіне ренжісеңіз, ол кемшілік өз бойыңыздан да табылуы мүмкін екенін ойлап қойыңыз. Санасы жоғары адам орынсыз ренжімейді. Ұсақ-түйек нәрсеге бола кек сақтамайды. Ренжіген күнде де әр адамдардың қатарынан болуға лайықпыз. Әр өкпе ренішіне саналы түрде талдау жасап, сабақ алып өзін тәрбиелей түседі. Әр қайсымыз осындай саналы адамдардың қатарынан болуға лайықпыз. Өміріңізде өкпеге орын болмаса, бірақ ол санада пайда болған сезімдерді ішке жұта бер деген сөз емес. Кейде шыны керек, жанымызға жақын, қымбат жанды өкпелетіп алмас үшін айтқанымыз келген нәрсені айта алмай, іштен тынатынымыз бар. Өзгені ренжітіп алудан қорқу адамға тән сезім. Алайда жан дүниеміздегі сезімдер мекені түпсіз емес. Бүкіл айтылмай қалған реніш ішке жиналып,
бір күні бұрқ етіп жанартаудай атылуы мүмкін. Сол себепті көңілсіз, кірбің сақтамай, өкпе-ренішті сол мезетінде айтқан дұрыс. Бірақ ұрыс-керіссіз, дауыс көтермей, адамның жанына тиетін ауыр сөздерді қолданбай, балағаттамай дұрыс сөздермен жеткізе білу маңызды. Әр адам өзінің қатесін дер кезінде түсініп, кешірім сұрауды үйренсе, өкпе-реніш әлде қайда аз болар еді. Есіңізде болсын, адам өзінде не бар болса, соны бөліседі, ішінде не болса, соны сыртқа шығарады. Біреу сіздің жаныңызды жараласа, демек, оның іші алай-дүлей, құйын, ауыр, мұң, жаны 2 есе жаралы деген сөз. Осылай ойлаңыз да кешіріммен қараңыз, өкпелемеуге тырысыңыз. Имам Ғазалидің Ихия-у-Улумиддин кітабында айтылған бір парасатты сөз бар. Кімде-кім Алладан емес, адамдардан дәмеленсе, ол өзіне кедейшілікті жетпес есігін ашады.